Бәріңізге сәлем, қалайсыздар? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Осы видеома лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін руккола қосылған пайдалы салат жасаймыз. Егер руккола свежий болса, тек жуып аламыз, ал егер біраз тұрып қалған болса, онда оны 5-10 минут тұз суға саламыз, өйткені дәмі ащы болуы мүмкін. Мен жерде грушаны именно дюшес деген түрін қолдандым. Грушаны осылай үлкен кубик етіп кесеміз. Қызылшаны да үлкен кубик етіп кесеміз. Қызылшаны мен суға қайнатпаймын, печкада пісіріп аламын. Негізі алюминиевый фольгаға орап пісірем, бірақ ол зиян болуы мүмкін. Сіздер не болмаса пергаментке орап пісірсеңіздер болады, или өзінің арнайы для запекания арналған пакетке де пісіруге болады. Барлық керек заттар турап алдық. Енді осының үстіне қосатын соусын дайындаймыз. Мен жерде 1 ас қасық толтырмай мед және 3 ас қасық оливковый май. Осының үстіне кішкене тұзымызды саламыз да, және 1 ас қасық лимонды сығып қосамыз. Салат негізі өте тәтті болды, бірақ мен келесі жолы жасайтын болсам, мед қоспай жасап көрер едім. Өйткені қызылшаның тәттілігі бар, дюшестің тәттілігі бар. Салат мен үшін кішкене тәтті болып кеткен сияқты болды. Бірақ енді сіздерге ұнайтын болса, солай жасап көре беріңіздер. Бұл жиі жасайтын салаттарымның бірі болады, өйткені өте пайдалы әрі жасалуы оңай.